Hanım, Саламатсыздар ма? bugün Miram eкен, ya? Иә, бүгін 7 ноябрь мейрам. Біз Совет одағынан келе жатқан мейрам. Бұрын жақсы тойлайтын едік. Жылдан жылға ұмыт қалып кетіп жатыр. Ол өкінішті ма, өкінішті емес бұл жағын білмеймін. Бірақ революция күні дейді ғой. Сондай береді. Мен ізбасарды түсіріп жатсам, артта осы екеуі дір ете қалды. Асхат не болды? Сразу дір ете қалды. Жоқ, сапажым әңгіме айтып отырмыз. Қалайсыңдар? Бірге отырып алыпсыздар. Рух беріп отырып бірімізге. Не беріп жатырсыз? Рух, жаңа дем жаңа. Дем беріп жатсыздар бірден. Жалпы Әселмен танысып тоқтадып, әлде демалыс күндері сөйлескен жоқсыздар, иә? Бүгін ортаға шығасыздар, иә? Шығамыз, иә. Әселдің бүгін сұрақ жауап шығады. Өте қызықты. Бірге шығамыз, көрейік, тыңдап көрейік. Ол сұрақ жауап. Танысып үстінде болған кезде сұрақ жауап қоя. Иә. Көрейік, қызық. Айдана, сәлем, қалайсың? Не жаңалық? Шамам. Неге көңіл күй жоқ? Жоқ, анонсты көрдік қой енді. Бәрі дұрыс. Енді бәрі дұрыс, мен жақтан барлығы дұрыс. Мен бір стористан көріп қалдым. Сен бір тусовкада болғансың да? Өлтір. Тусовка емес, өзімнің 2018 жылдан бері араласып келетін достарым. Бір өлтір билеп жүрсің. Мәсен, енді ана бейті көрсеңіздер ғой енді. Шок. Мен жауапсыз жүрген жоқпын ғой, достарым арасында енді. Енді ол жерде кетіп. Әсел, сәлем, қалайсың? Көңіл күй қалай? Жақсы. Бәрі керемет па? Көңіл күй жоқ сияқты, бір мұң бар сияқты. Күшті, наоборот. Күшті ма? Бүгін сұрақ жауабың шығады. Дайынсың ба? Сұрақ жауап шықпай қойса болмайды. Біз білмеген шындық. Ащы шындық. Шок. Оны қоспам дегендер ғой. Нұрдаулет, демалыс қалай өтті? Демалыс күшті өтті. Не істедің демалыста? Демалыста не істедім? Суббота, воскресенье Шегелге бардым. Шеге тұрдың ба? Жыладың ба? Шықты. Шықты ма? Бірақ шыққанда да ағылшын шықты. Қош. Айқайлау бәрі болды. Жақсы оқыған ба? Біріншісі барған күн 20 минут тұрдым. Одан кейінгісінде 40 минуттай. Күшті. Сонымен бәрін шығарып тастадым. Бәрін шарт тастадың? Иә. Бұлда не жаңалық екен? Қалайсың бұлбұл? Бізде бар жақсы. Бүгін эфирда қандай жаңалықтарыңыз бар? Серіктің бойы не болғанын бәрін сіздерге айтып беретін боламын. 14:30-да. 14:30-да тамашалаңыздар. Мына жігіт. Қайда шығам дейсің? ММА-ге шыққысым деп ниеттеніп жүр негізі. Поп ММА-ге ма? Поп ММА. Мынау десеге, мынау десеге. Екеуін білесіз. Бар ханым айтады жаңа совет кезінде махаббат басқа, қазір махаббат басқа деп. Жастар. Жоқ, мен соны түсінбей қалдым, өзімді сұрадым өзім совет одағында сөйтіп бөліне ма махаббат, мен өзім түсінбей қалдым. Жалпы махаббат бөлінбейді. Соны білемін, бөлінбейтін. Ол қалай айта салды? Ол кезде басқа махаббат, қазір басқа махаббат. Бір заң бойынша сонда болу керек деген сияқты келтіріпті ізбасар. Біздің бірдей киінген екі қыз. Кес алдыңдар ма жалпы? Жоқ. Кеспедіңдер, ә? Утром, ты что в черном, я тоже в черном. Случайно вышла, по идее? Тұмау сені, жүрегімнің емі. Меруерт берді. Бұрын Зухра әкеп беруші еді. Бәрі қарындары ашып қалады. Бізде көптен күткен тойымыз болатын болды алдағы уақытта. Ал Нұрсұлтан шап. Құрметті көрермендер, қалайсыздар? Біз енді мәселелердің барлығын шешіп, осы 22 декабрьде зеркальный число екен, 22-12-22 сол күнге қойып отырмыз. Енді көз тиіп қалмаса, сөз тиіп қалмаса, аман есен сол күнге жетейік деген білет. Баршаңызды эфирдан тойға шақырамыз. Айжан, көптен күткен тойымыз деп айтайын ба? Қалай айтайын? Қолым сұр. Бақытсың ба? Да, наконец-то. Наконец-то, да? Жеттім ау саған. Айтсың? Не айтамын? Айтарың бар шығар, иә. Жоқ, мен енді бір-екі күн бұрын білдім ғой 22-сі болатынын. Что нормально. Мен дайын едім ғой, 13-не де дайын едім. Нұрсұлтан. Мен бәріне дайынмын.
Что случилось? А? Айза, кім жылатты тағы да? Қара қарға. Тима, неге жылатасың қызды? Жоқ, прикол ұстап отқанбыз ғой, 1 метр человек салат.